Қазір мына жерде сіздерге қалдырып кететін боламын, или жоғары жағына бір жерге қойып қоямын. Біздің алдында таңдаған жилеткамыз бен юбкамыз, соны үстіңгі жағын модельдеп тастайық. Яна сіздерге қатты беріліп кетіппін, модельдеген кезде бәрін қиып тастаппын. Мен үйдегі принтерімнің краскасы бітіп қапты да, сонымен әлі келген жоқ. Екінші не шығарып алуыма болатын еді. Чтоб сіздерге қазір көрсеткен кезде ештеңе кетпейді деген ойдамын, қазір бәрі түсінікті ғой. Мен мына жердің бәрін скотчтап алдым өзім. Так, енді бізде ол жерде қараңыздар, мынандай мына жердегі біз нелеріміз жоқ, бірақ мына жерде көкірек тұсына дейін выточка тұр. Мынандай ұзын, байқасаңыздар. Мына жақтан қынамалы алмаймыз. Себебі более кішкене мына жақ жилеткамыз прямой болып келіп тұр, қатты қынамалы емес. Егер сіздің беліңіз өзіңізге позволять етіп жатса, жіңішке арық қыздар болып жатсаңыздар, онда мына жерден жаңағы выточкамызды шетіндегі бүйтіп қиып тастасаңыздар болады. Соған 1 сантиметр шовқа беруге болады. Ал біздің жағдайда мен 48 өлшемдем. Мен мысалы ондай қатты қынамалы қаламас едім, потому что әрбір жүргенге қатты жабысып, маған ұнамас еді. Сосын жилеткаға кішкене біз кеңдікке беруге болатын еді. Оны қалай береміз? Егер мынау негізінде егер өзі притальный болып қалады, потому что біз бұны базовый ликалы бізде. Сондықтан қалай берем десеңіздер, мына сызықпен ұзағынан кесіп, ортасына 1-2 сантиметр берсеңіздер болады. Себебі мынау қаттандай қынамалы жилетка болып қалады деп ойлап тұрмын. Кеңдікке беру керек обязательно. Түсінікті, соны берген соң бізде осындай қайтадан осындай жилетка фасон болып шығады. Бұны егер мына жерден кесіп сіз 2 сантиметр қосымша берсеңіз, онда артқы бөлікке де тоже 2 сантиметр беру керексіздер обязательно. Себебі артқы жағы қысқа қалай узкий болып қалады да, алдыңғы жағы қомпиып тұрып қалады. Так, енді біз мына жерден жилеткада бізде былайынан кеп тұр. Байқадыңыздар ма? Мына жерден мен примерно так 10 сантиметр алсайық. Негізі кесу қайда жеңілдірек қой, чем қайтадан бастағанша 10 сантиметр аламда на талияның сызығына дейін бүйтіп алып келем. Бірақ алып келген кезде біз дәл осылай тіккенмен алып келмейміз. Сіздерде егер болса осындаймен қолданыңыздар, егер жоқ болып жатса, онда көз мөлшерімен кішкене өздеріңіз модельдей аласыздар. Прям қатты ондай туындамайды деп ойлаймын. Дәл осылай. Потом алды. Мына жерде обязательно 2 сантиметр темейлікке береміз. Мына шовтан бөлек, шов өз бетімен қалады. Тағы да қосымша 2 сантиметр бересіздер. Сонда мына жерде мына шовтан бастап 3 сантиметр болады осы жерде. Негізгі шовтан, Так, содан мына жақты да мындай линейкамен қосып жібере аламыз. Былайынан кеткен. Талияға 2 сантиметр жеткізбейміз. Көрдіңіз ба? Сол кезде осылайынан болып келеді. Осылайынан кесіп аласыздар. Осындай болып шықты. Енді кезекте мына выточкамызға тиіспейміз, оны мен алдына просто кесіп тастадым. Мына жерден шамамен жаңа айта кеттім, Так. Қалай сіздерге есептесем? Көкірек жаңағы сызығынан есептей салайық, мына жақтағы көкірек сызығынан бізде 8 сантиметр төмен қарай түсіппін. Шамамен, түсінікті. Мына жерден көкірек сызығы тұр ғой бізде мына, содан 8 сантиметр түстім. Содан тіке сызық жүргізем. До конца жүргіздім. Одан кейін мына жерден былай қарай выточкамызды обязательно жабамыз. Скотч. Осы жерден осылайынан жабамыз. Сол кезде міне қазір осылайынан пішіп аласыздар. Мына жерден қосып примерно матаңызда осылай болып түседі ғой.
қалай көрсететінімді білмей кеттім. В общем, түсінікті, иә. Матада дәл осылайынан қоясыздар. Мына жерді мынамен теңестіресіздер, ше. Мына жерден ақырын айналып келіп, потом мына выточкаңызды тіккен кезде осы жерден былайынан қойып, бүйтіп тігіп аласыз. Мынау былайынан кесіп алмайсыздар матадан. Бұл цельный жүреді былайынан кеткен кезде. Бұны просто тіккен кезде осылайынан осы жерге дейін тігіп аласыздар. Түсінікті, иә? Бұл алдыңғы бой. Және де мына жерде алдын несі бар екен, мойын ойынтысы кішкене түсіпті. Мойын ойынтысын шамамен өздеріңіз бүйтіп ташы өздеріңізге қойсаңыздар да болады. Осыны дәл осылайынан қойсаңыздар болады. Немесе өздері мына жақта қолтық ойынтысы. Мынау бізде жаңағы выточкамыз, бұны бүйтіп тігіледі. Сол кезде мына көкірек шығады, иә. Көріп тұрмын, сіздерге мен ақ киіп алыппын да сіздерге. Так, мына өзімше қынамалы ретінде көрсеткен түрім ғой. Қазір анда балахон киіп алсам тағы дұрыс көрінбей қаламыз одан. Мынауымыз былайынан тігіледі. Сол кезде осылай болып тұр, иә. Енді біз мына алдыңғы бойын қаншалықты өзіңізге, біреулер енді кішкене көкіректерін ашқанын жақсы көреді, иә, қыз балалар. Мына жерге дейін бүйтіп белгілеп қойсаңыз болады, иә, ручкамен ақырын. Кейбіреулері жоғарыдан болғысы келеді, кейбіреулер сәлем берген кезде жаңағы алды ашылқамас үшін, иә. Сондықтан мына жерден бүйтіп белгілеп аламыз. Сіз қай жерге дейін өзіңіз мөлшерде жасағыңыз келіп тұр. Сол жер белгілейміз. Мынаны өзіңіздің иығыңыздың әр жердегі өзі бір сүйек бар ғой. Сүйек бар, жұлын бар, мына жерде соған қойып аласыздар иықтарыңызды. Осылайынан көресіздер. Сосын мына жерден бастап бүйтіп өлшей саласыздар. Түсінікті, иә? Сосын мына жерден белгілеп алғаннан кейін мына линейкамен мына жерден тоже ақырындап кішкене 1 сантиметр алсаңыздар болады. Мен жағдайымда алар едім. Себебі жаңа көрдіңіздер, мына жер кішкене. Болмаса мына иықтан да кішкене алсаңыздар болады. Чуть-чуть. Жағы қарай өздеріңіз модельдейсіздер ғой. Қалай сіздерге ыңғайлы. Жилетка болғаннан кейін кішкене иық жоғары болған жақсы, иә. Әдемі болып тұратын сияқты. Так, енді мына жерден шамамен осылайынан қалдыру алар едім мен. Мен жағдайымда. Осылайынан бүйтіп кетеді. Мына жерге еще қосымшаларыңыз бір, соған қарай тақайсыздар ғой, прям сонымен бүйтіп алып кетесіздер. Сосын жилетка обычно мынау бізде көрдіңіздер, иә, мен қолтық иығым прям қолтық астында тұр. Сондықтан жилеткаға біз обычно 1-2 сантиметр төмен түсіреміз. Бұны да ескеріңіздер. Төмен түсіреміз де, дәл біздің жилетканы модельдеген кезде солай жасайтын едім. Қараңыздар, міне. Мына тігіске алып кеттім. Мына жерден сіздер сонда тігіске бересіздер. 1 сантиметр осылайынан болады. Мына жағы, міне осылайынан. Мына жерден тоже 1 сантиметрімізді ақырын білдіртпей бүйтіп алып кетсеңіздер болады. Қиып. Негізі қалдыра берсеңіздер де болады, мына иық тұсыншы. Бірақ мына қолтық ойынтысын обязательно төмен түсіреміз. Ал мынаны қалдыра берсеңіздер болады, себебі мына жерге жең тігіледі ғой еще. Болмаса өздеріңіз қараңыздар, егер алам десеңіздер, бүйтіп ақырын 1 сантиметр қиып тастауға болады. Осылай болып шығады. Мына жеріңіз жаңағы әттімен тігесіздер. Болды, енді осыған жеңді. Қазір жеңді модельде көрсем. Арқасы бар екен. Арқасы біз... Арқасы, мне кажется, өзі осы қалпымен қала береді. Натальядан просто алып, кесіп саламыз. Кесемізде... Мына жерге мен жаңа ұмытып кеттім, сразу 1 сантиметр берсеңіздер, беру керексіздер. Мына жерге 1 сантиметр қалдырамыз да, мына выточканы обязательно матаға түсіріп аламыз. Бұл выточка тігіледі. Егер сіз ана алдыңғы ойдана қынамалы қылам десеңіз, артқы ойды да қынамалы қылу керексіз. Ал егер осылай кеңдікті қала беретін болса, жаңа мен айттым ғой, бізге енді үлкен размерлерді нетеміз деп, сондықтан мына выточканы ана тігіп аламыз. Мына выточканы матаға түсіріп аласыздар да, дәл осылайынан тігіп аласыздар осы жерге дейін. Потом жаңағы 2 сантиметр жаңа төмен қарай қолтығымыз түседі деп айттым ғой. Соны қолтықты тоже алып тастаймыз. Мына жерде 1 сантиметр шоққа кетеді, 1 сантиметрін алып тастадым, иә. Иықты да жаңа иықты қанша мөлшерде алдыңыз, дәл солай мына жаққа түсіресіз. Былайынан қойып аласыз, иә. Содан кейін мына қанша сантиметр бізде жетпей тұр, соны бірге бір теңестіреміз. Так, міне. Менікі жетпеді, осыны
мына бөлікке осылайынан теңестіріп жібереміз. Обей, мынаны қосып өтсің ғой. Ашық. Сонда қазір матаға түсірген кездеріңізде мына жилетканың иығы дәл-дәл болып келеді. Қараңыздар. Мына жерде бағана просто айтып едім ғой, мына выточканы жапқан кезде мынаны түзу қылып кесіп аласыздар деп ше. Енді иықтарың түзу болады, осы жерден былай шоқып жібере саласыздар. Мына артқысы тұра берсін, осы қалыпта қатты ондай арты түсіп тұр деп ойламаймын, мойын ойынысы. Енді бір ана макет жасап, бірінші ішін астарын тікпей тұрған кезде. Қараңыздар. Так, астар. Астарға қалай істейміз? Өңір қалдырамыз, өңір дейміз. Әдіп дейді кейбіреулер. Орыстарда бізде подбор дейді. Бізде деп қойсын ба, мен өзім орыстай бір. Оны бүйтіп аламыз, мына қараңыздар. Мына жерде міне выточкамыз қалды ғой бізде. Дәл сол осыны осылайынша мына жерден или даже осымен мына сызық тұр ғой, сол сызықпен до конца аласыздар да болады. Жалпы осыны бүйтіп кесіп аласыздар. Оған 1 сантиметр қалдырасыздар. Егер астар сызық алсаңыздар, осы әдіпті ғана аласыздар. Осы бөлшекті. Онда қараңыз. Сізде осылайынан тұрады, алдын ғой, артқы ғой. Енді ішкі жағына өңірдің осы тұстан, міне егер сіз дәл осымен алатын болсаңыздар, ал егер жоқ үлкейтем, кішкентай болып қалатын менде десеңіздер, бүйтіп қоссаңыздар, дәл сол осылайынан қол қойып, мына жерден бүйтіп, или мына жерден біз қалдыратын болды, осы жерден бүйтіп түсіріп, сосын шовқа береміз обязательно 1 сантиметр. Үстіне тағы да бүйтіп 1 сантиметр шовқа. Дәл осымен кесіп аласыздар. Бір бөлшек осы негізгі матадан. Сосын бұлайынан. Ал егер астар жасайтын болсаңыздар, мына жерге бір шов бердіңіздер, мына қалған бөлігі астар болып кетеді. Міне, түсіндіре алдым ба? Қараңыздар, мынау міне бүйтіп, бізде өңір асты болып қалады. Ал мына жақтан бастап, мына кусок бізде астар болып қалады. Астар, өңірді сонда сіздер мынамен кесіп алып кетсеңіздер де болады, тағы да қосымша бере саласыздар. Астарға мына бөлшекпен сіздер мынаны астарға бүйтіп выточка жасамай қойсаңыздар да болады, көрдіңіздер ба? Бір жақсы осымен бүйтіп алып кетесіздер де, одан кейін біріктірген кезде мына выточка өзі бірігіп кетеді. Осылай болып жақсы болып шығады. Сонда мына бөлшек көрдіңіздер, астар, не өңір асты дейміз ғой. Сондай болып қалады. Одан кейін арт жағы жаңағы мына бізде жаңағы өңірі болып қалса, қалғанына бөлік бері қарай мына жерге тоже 1 сантиметр қосыңыздар. Астарға да дәл солай осы жерден кесетін болсаңыздар, былайынан 1 сантиметр қосып кесесіздер. Артқы ой тура осылай болады, артқы ой астар. Если не істеңіздер, мынау цельный болатын болса, бағана айта кеттім, мынадан қиып тастайсыздар да, ал астарға біз обычно мына жерге осы 1 сантиметрді негізінде қосымша береміз. Сгибта тұрса да, осы 1 сантиметр береміз де, дәл осы жерде кішкене мынандай қалай айтса болады, защип сияқты бүйтіп. Сборка деп айтамаймыз. Бір-біріне бүйтіп тікеміз ғой, қайыстап. Міне, осы жер болса, сізде мата ер. Менде мата да жоқ қасында өсімізде. Міне, осылайынан алып, дәл центріне осылайынан алып, бүйтіп қалдырып үстіне тіккетеміз. Себебі, мына арқа тұсы кішкене бізде тартып қалмас үшін негізінде кеңдікке сөйтіп береді. Астарда ғана. Ал негізгі матада осы бетмен қала береді. Түсіндіре алдым ба? Түсінбесеңіздер сұрақтарыңызды тағы да айтам. WhatsApp чатқа болмаса өзіме жазасыздар. Және де жең бізде бар, еще жең қалды. Қазір 1 минут. Бізде жең келесі кезекте. Оны қалай модельдейміз? Ол кішкене бізде фонарик болып жүреді екен. Және де жеңі қысқа екен. Сіздер енді өздеріңіз қарайсыздар, қайтадан мынаны иыққа қойып, қанша жерден сіздерге қандай жең керек екенін көрсеңіздер болады. Ал егер нақты модельге келетін болса, ол жерде шамамен қолтық өнісіне сызығы тұр ғой. Содан бір 3 сантиметр түскен сияқты болып маған көрініп тұр. 3 сантиметр аламыз, 1 сантиметр жоққа, сонымен 4 сантиметр түсіреміз. Осылайынан түсірдік. Қиып аламыз. Қиып алдық. Енді бұл жерде прям қатты бір не көріп тұрған жоқпын.
фонарик дегенде просто ол мына жерден біз бүйтіп мына тұстан, мына сызықтан 2 сантиметр бүйтіп қалдырсақ болады. Или 1 сантиметр. 1 сантиметрдан мына центрдан сызып аламыз былай қарай. Мына жаққа 1 сантиметр. Және де мына жерден тағы да 1 сантиметр. Мына бетіне. Ой. Осыны кесіп аламыз. Ол параққа алып келіп қойсам болады. Мен бүйтіп любой жерден былайынан жақтырсаңыздар болады. Соның арасына 2 сантиметр қалдырып, или 1 сантиметр, 1,5 қалдырайықшы. Прям бір ондай қатты бір фонарик көріп тұрған жоқпын. 1,5-2 сантиметр қалдырсаңыздар болады негізі. 1,5 да жететін шығар. Жарайды, 2 сантиметр қалдырсайықшы. 2 сантиметр мына жерден, 2 сантиметр мына жерден мынаны тіке былайынан жабыстырып аламыз. Тағы да 2 сантиметр қалдырып, қалған бөлігімізді міне қойылды. Енді просто мына жерді осының бойымен егер қатты фонарик оқыларыңыз келсе, онда тағы да бір көрсетем. Міне осындай болып шықты. Біз сонда фонаригімізді мына жаққа жібермейсіздер. Мына жердің мөлшерінде, осының мөлшерінде сборка жасап аласыздар. Сол кезде сәл-пәл фонарик болады. Потом мына жақ жоғары, мына төмен жағын мына кішкене қиғашына келіп тұр, осыны прямой жіберсеңіздер де болады. Сол кезде астыңғы жағы тоже фонарик болып жиналады, мына жер күшті кетіп. Түсінікті ғой. Ал егер бұдан да үлкенірек фонарик қылғым келеді десеңіздер, мына жерден тағы да бір кесіп, тағы да 2 сантиметр қалдырып, бірақ мына форманы обязательно сақтаймыз. Потом мына жерде кішкентай ғана болып көрініп тұр. Негізінен жалпы қалай тексереміз? Алдыңғы бой, артқы бойдың жеңін, оны былайынан ровный сызығымыз бар ғой біздің ортасындағы. Дәл сол сызықтан бүйтіп екіге бөліп алсаңыздар, қай жағы бізде мынандай более ойықтау. Мына дұрыс нетпей кетті өзім жаңа қағазымнан. Міне, қай жағы ойықтау, сол бізде алдыңғы бойға тігіледі. Ал қай жағы более прямой, ол артқы жаққа тігіледі. Артқы бойға. Енді үстіңгі жилет мен ойымша осымен түсінікті деп ойлаймын. Осымен бітті. Сонда сіздерде осындай болып шығады. Жеңіміз осылай кеңейеді. Мынау бізде алдыңғы бой. Артқы бойымыз. Осымен жилет бітеді. Енді юбкаға көшеміз. Так, юбка. Юбка бізде негізінде бір керемет қиындықты туындырмайды. Біз белдікке шамамен 4-5 сантиметр алсақ болады. Тігінен былайына сызып аламыз. Ені 4 сантиметр болады. Ал ұзындығымыз бұл біздің бөксеміз. Бөксемізді санап аламыз сантиметровкамен. Қанша сантиметр болады, сонымен сызып аламыз. Өлшеп алып мынандай сызамыз. Сол бөксенің шамасымен бізде так. Бөксені қалай өлшейміз? Бөксе дегеніміз бұны былай айтқанда көкенімізді айналдырып өлшеп аламыз. Так, аштымдай. Менде 105 болып тұр. Көрінді ғой? Бөксе дегеніміз осы айнала. Осы бөксені бір өлшеп аламыз, сосын мына белді өлшейміз. Так, бізде резинка примерно осы жерде тұрады, көйлектеріміз, юбкамыз. Бұл жерде бізде 93. Так, міне бөксеміз. Бөксем менде 105 болды. 105-ке мен 2 сантиметр қосамын шовқа. Сонымен 107 болады. 107-ні 2-ге бөлеміз де, мына жерге сгиб жасаймыз да матаға.
солайынан кесіп аламыз. Сонда бізде 53/5 болады. 53/5. Егер бүктемемен жасайтын болсаңыздар, гипқа салып, онда осындай болады. Енді сіз өз неңізді қарайсыз ғой, 2-ге бөлесіздер. Қанша шықты соны. Одан кейін белді не үшін өлшедім? Белге біз резинка саламыз. Резинкамызды осы 93 см өлшеп аламыз да, қосымша оны тағы да тігеміз. Сондықтан 1 см, 1-1,5 см қосамыз. Себебі резинкамыз 1 см-мен тез ажырап кетеді. Оны бір-біріне бүйтіп қойып тіккен кезде, сонда 1,5-2 см ала берсеңіздер де болады. И айқастырып тіккен кезде сол сантиметрді ұстаныңыздар. Иә. Даже мына жерден 93 болған өзінде сәл кішкене, например, 93 қылып ала берсеңіздер де болады. Мына 3 сантиметрлеріңіз жаңағы 3-4 сантиметрлеріңіз жаңағы тігіске кетсе, кішкене беліңізді сәл қысып тұрады дегенім ғой. Иә. Сөйтіп алсаңыздар болады. Ал енді неге осылай алдыңыз десеңіздер, 105 бізде егер белмен ғана өлшеп алсақ, бөксемізден өтпей қалады. Резинкамыз тар болып қалады да. Ал резинка ішінде кішкене созылады, сондықтан 105-ке дейін ол 10 см береді деп ойлаймын. Спокойно. Потом ұзындықты біз жаңағы белімізді өлшедік қой. Сол белден төмен қарай қанша сантиметр сізге керек? Қанша сантиметрді сіз өлшеп шығарғыңыз келеді юбканы. Соны өлшейсіздер. Енді мысалы, егер тізеден сәл төмен қылатын болсам, шамамен 68, мен бойым 174 сантиметр мен бойым, өзімдікі. Так, 174 сантиметр өз бойым, не? Полный. А менің жаңағы юбкам 60-65 сантиметр алсам болады. Сонда ұзындықты 65 сантиметр балам да, абылай кеңдікті енді өздеріңіз қанша қалайсыздар. Негізі ана жерде қатты бір кең көрініп тұрған жоқ. Сондықтан мықынымызды 105 болды ғой. Сол 105-ке 2-ге бөлеміз де, соның жартысын, например, 105-ті 2-ге бөлдік қой, сол кезде бізде 53/5 шықты. Сол 53/5-ті мынаған қойсаңыздар болады. Қосымша. Бір керемет кеңдік болып тұрған жоқ. Ана жерде просто прямой болып тұр. Сборкаға кішкене сәл бассаңыздар да болады негізі. Өзім ата 160 жүреді ғой. 160-150 жүреді. Соның бойымен бүйтіп тіке алсаңыздар болады. Матаңыз қанша сантиметр болады? Егер 1,5 болса, 75 аламыз, е. Дәл солай ала берсеңіздер. А егер үлкен размер болатын болса, онда сіздер жаңағы өздеріңіздің мықыныңызды санайсыз, оны 2-ге бөлесіз. Сол бөлген сумма шығады ғой. Соны өзіңіздің нақты мықыңыздың үстіне қосасыз. 53 сантиметр, сонда мұнда қоссаңыз 158-де 5 болып тұр. Почти 160 деп округлять ете берсеңіздер болады. Бұл ондай қатты бір роль ойнамайды ғой. 160 деп алсаңыздар, мына жерде 85. Көрдіңіздер ме, 10 сантиметр ондай бір қатты роль ойнамайды деп ойлаймын. Мынандай прямой юбкаларда. Ал егер енді өлшемді қалай шығарамын десеңіз, дәл осылай шығарсаңыз болады. Егер үлкен размерлер болса, өздеріңіз өлшемдеріңізді өсіп шығарасыздар да. И жалпы матаға егер мына жерде 2 бүктеп жетпесе, онда цельный ашасыздар. Матаңыздар обычно біз құлайынан қойып, мына жерге бүктеме қылып, осылаймен кесіп атамыз ғой. Жартысы бөлігін ғана, иә, потом полный цельный ашылады. А егер сіздерде ондай жаңағы бөкселеріңіз үлкен болып жетпесе, 75 сантиметрден үлкен болып жатса, онда бүйтіп матаны ашамыз да, дәл осымен өзіміздің ұзындығымызды керек ала береміз. Главный матаның долевой нитімен всегда мастер-класстарда айтам. Сіздерге тегін мастер-класстар берілді, даже солардың іштерінен көрсеңіз болады. Долевой нитті қалай табамыз. Болмаса интернеттен қарасаңыздар да болады. Долевой нитті қалай. Сол долевой нитті обязательно сақтаймыз. Мына жерде бізде мысалы мынау болады долевой нит. 65 сантиметріміз. Бұл ұзындық, иә, өзіміздің юбканың. Ал мынау беліміз, бел жаққа тігілетін. Бұны былайынан қоямыз. Сонымен юбкамыз бітті. Юбкаға да всегда негізінде мына жақтан, мына жерде сгиб болса, мына жақтан обязательно шовқа 1 сантиметр всегда береміз. Соны ұмытпаймыз. Мына жаққа да береміз 1 сантиметр. Мына жаққа сгибқа астынан бүктегенге тағы да 1 сантиметр береміз. Также и на нелерде де. На пояста негізінде мен 4 сантиметр или 5 сантиметр деп айттым ғой. Оны сіз қалай нетсеңіз болады, сіз үйде резинка тігесіз ғой, сол резинкаңыздың ширинасын өлшейсіз. Мысалы, резинка болса, сізде қанша сантиметр ширинада. Соны 2 еселеп, астына 1 сантиметр қосасыз, шовқа, иә. Мына жерде қазір бізде, мысалы, мен резинкам деп ойлайық. Бізде 2 сантиметр. Сонда 2-ге 2 есе қыламын, 4 болады, оған 1 сантиметр шовқа берем, сонда 6 болады.
сол алдымызды бүйтіп үшке бөлген кезде мына 1 сантиметріміз жаңағы шовқа кетеді, мына 2 сантиметріміз жаңағы резинкаға тура дәл болып түседі. Болмаса 1,5 берсеңіздер де болады, кішкене кеңдікке резинкаңыз әйтпесе бүйтіп жеріліп қалмас үшін. Оның үстінен тағы резинканың үстіне тіксеңіз, сол кезде прям қатып тұрады. Ал егер тікпесеңіз, онда әрі-бері ойнап жүреді резинкаңыз. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Сіздерге барынша енді пайдалы болуға тырысып жатырмын. Жай ғана базовый лекаланы бере сап, отыра беруіме де болатын еді. Бірақ мен барынша осы лекаламен сіздер жұмыс істесек екенсіздер деп ойлаймын. Себебі бұл ақшаға алынған дүние, ол тектен-тек жатқаны дұрыс емес. Әр нәрсені пайдалана білу керекпіз. Сол үшін сау, саламатты болыңыздар. Келесі мастер-класстарда амандықта кездесейік.